Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге венский вафлидің рецептісін ұсынғым келеді. Бұл рецептпен вафли өте дәмді, жұмсақ болып шығады, арасы да піседі. Осы уақытқа дейін бірнеше рецептерді қолданып көрдім, бірақ дәл мынадай жұмсақ керемет болып шықпайтын. Видеоның соңына дейін қараңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысқа 3 жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін қантымызды салып, тағы да араластырамыз. Одан соң үстіне ерітілген сары май құямыз да тағы да жақсылап араластырамыз. Енді қаймағымызды, яғни сметанамызды саламыз. Менде дүкеннің қаймағы. Барлығын жақсылап араластырамыз. Електегі ұнымызға қопсытқыш қосып араластырамыз. Жұмыртқалы массамызға ұнымызды аз-аздан қосып араластырып отырамыз. Бізде осындай сұйық массалы қамыр шығу керек. Мінекей осындай видеода көрсетілгендей массамыз қатты сұйық та емес, қатты қою да емес, осындай қамыр болу керек. Енді осыны қызып тұрған вафельницаға саламыз. Вафельницаны міндетті түрде алдымен қатты қыздырып алуымыз керек. Содан соң барып осылай қасықтап саламыз. Шамамен 7-8 минут аралығында пісіреміз. Менде 7 минутта пісті. Әркімнің вафельницасы әртүрлі, және де оның қызуына да байланысты. Ең бастысы қызара бастаған кезде вафельницадан аламыз. Вафли шынымен де жұмсақ, нәзік, дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепттен қолданып көрулеріңізге болады. Бұл рецепттегі ең басты құпиясы сметана, яғни қаймақ қоссаңыздар, керемет дәмді жұмсақ болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.